Көкөністердің ағзамызға тигізер пайдасы. Күн сайын жылдың кез келген уақытында ағзамызға көкөністер өте қажет. Олар денсаулық кепілі. Оларды дұрыс таңдау арқылы ағзамызды тек көмірсумен, маймен, дәрумендермен, минералды заттармен ғана емес, сонымен қатар амин қышқылдарынан бөлініп шығатын ақуызбен қамтамасыз етеміз. Түрлі көкөніспен тамақтанатын адамдар мүлдем ауырмай, өмір жасы ұзақ болады екен. Ересек адам күніне картопты қоспағанда одан бөлек 300-400 грамм көкөніс жеу керек. Көктем мезгілінде ағзамызға көкөніс құрамындағы заттектер жетіспейтіндіктен түрлі инфекциялық ауруларға қарсы тұра алмаймыз. Біз физиолог мамандардың кеңесін үнемі есте ұстағанымыз жөн. Таңертеңгі, түскі және де кешкі аста міндетті түрде көкөніс болуы тиіс. Ет секілді пісірілген көкөністер олар өте зиян. Алайда олардың құрамындағы заттектерді сақтап қалғыңыз келсе, аз мөлшердегі суда қабығымен пісіріңіз. Осылайша құрамындағы дәрумендер мен тұздар сақталады. Кез келген асқа көкөніс немесе олардың шырынын қосу арқылы ағзаға тигізер пайдасын арттырасыз. Көкөністер су мен тұз алмасуды реттеп, қатық, ірімшік, жұмыртқа, балық, ет, жаңғақ, жеміс-жидек сынды азық-түліктермен үйлеседі. Көкөніс шырындарының орны ерекше. Олардың құрамындағы пайдалы заттар ағзаға небары 10-15 минуттың ішінде сіңеді. Оны күнделікті бірақ 300 грамм ғана тұтынған жөн. Тамақтан 2-3 сағат бұрын ішіңіз, оларға еш уақытта қант қоспаңыз. Егер ішектеріңіздің қызметінің бұзылуына байланысты көкөністер жей алмайтын болсаңыз, оларды шырынымен алмастырсаңыз болады. Алайда бір стақанда 5 түрлі көкөністің шырыны болуы керектігін ұмытпаңыз. Көкөністердің барлығы пайдалы, соның ішіндегі мына 11 көкөніске тоқтала кетсек. Ішіп жеген асымыз ағзамызды өз қалдықтарын қалдырады, ал оны тазартпасақ түрлі ауруларға әкеп соқтырады. Олай болса, ағза тазалауға таптырмас 11 дәмге көз жүгіртелік. Біріншіден, миндаль. Оның құрамында қандағы қант мөлшерін қалыпта ұстауға көмектесетін кальций, магний мен ақуыздар бар. Ал миндаль құрамындағы май ағзадан холестериндерді шығарып ішек жолдарының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Екіншіден, авокадо ол холестерин мөлшерін азайтып, қан тамырларын кеңейтеді. Құрамындағы глютатион 30 түрлі канцерогендердің организмде қатерлі ісік ауруларын және де қатерсіз ісіктерді туғызушы химиялық қосылыстар жолын кеседі. Үшіншіден, қызылша, минералдарға бай қызылша инфекциямен жақсы күреседі, сонымен қатар қан құрамы мен бауырды тазалайды. Аңызға сенсек, Афродита әдемілігін сақтап қалу үшін қызылша жеген көрінеді. Төртіншіден, көкжидек, оның құрамында ауру сезімін жоятын табиғи аспирин бар. Сондай-ақ көкжидек антибиотиктер сияқты қуық жолдарындағы бактерияларға қарсы тұрып, инфекцияның таралуына кедергі жасайды. Бесіншіден, орамжапырақ, оның құрамындағы көптеген антиоксиданттар бауырға қауіпті заттардан арылуға көмектеседі. Сондай-ақ ол ішектің қозғалыс функциясын арттырып, ас қорыту жүйесін тазартады. Темекі түтіннің зиянын азайтады. Алтыншыдан, мүкжидек, ол антибиотик әрі вирусқа қарсы дәрілердің рөлін атқарады. Қуық жолдарын түрлі бактериялардан тазартады. Жетіншіден, зығыр дәні мен майы, олар омега-3-ке өте бай, демек ағзаға таптырмас тазарту құралы болып саналады. Сондай-ақ зығыр дәні мен майы ми жұмысын жақсартады. Сегізіншіден, сарымсақ, ол қауіпті бактериялар мен паразиттерді, қандағы ішкі органдар мен тыныс жолдарындағы вирустарды жояды. Тоғызыншыдан, бұршақ тұқымдастар, үрме бұршақ, жасымық, ноқат, өзге де бұршақтар холестерин мөлшерін төмендетеді, ішек жолдарын тазартып, қан құрамындағы қант мөлшерін қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар ағзаны онкологиялық аурулардан қорғайды. 10-шы, лимон, ол ағзадағы қышқылды, сілтілік, тепе-теңдікті реттейді. Ал құрамындағы көп мөлшердегі С және де өзге де дәрумендер бауырды тазалайтын глютатионның көп мөлшерде түзілуіне жағдай жасайды. Сондай-ақ рактың алдын алып, ағзаның ластануына жол бермейді. 11-шіден, балдырлар, олар ағзадағы ауыр металдар мен радиоактивті қалдықтарды жояды. Сондай-ақ балдырлардың түрлі минералдар мен микроэлементтерге бай екені көп жағдайда ескеріле бермейді.